алып кеттің ғой. Күлкімге батыр. Беруші тілектер. Шығасың, документіңді алып кет, дін жағындағы адамдар болса да, Арманыңызбен өкінбеймін, амалдың жақтығынан қарсы болған болады. Кіргізбей қою, жоғарғы оқу орнына түскен. отбасымның ықпалымен болдың басты мәселе. Аллах тағаланың парызы болғаннан Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Бүгінгі шер подкастымызды бастаймыз. Жақын құрбым Аида. Аида, бүгінгі подкастқа шақыруымды қабыл алып келгеніңе көп рахмет. Сәлем Альбина, сені де шақырғаныңа көп рахмет. Оқасы жоқ. Бүгінгі подкастымыздың вайбы өте ерекше болмақ. Формат жалпы еркін форматта өтеді. Енді менің құрбым болғаннан кейін күндегідей сырласу, шер тарқату мақсатында осы подкастты ұйымдастырып отырған жайымыз бар. Енді бүгінгі подкастымыздың жалпы тақырыбы әңгіменің ошағы, менің құрбымның орамалға қалай келгендігі, орамалды киген кезіндегі қиыншылықтары және де бүгінгі қоғамдағы жалпы орамалға деген көзқарас туралы айтады. Құрбым, ендеше ең алдымен көрермендерге өзімізді таныстырып өтейік. Біз бүгінгі күні Қызылорда медициналық жоғарғы колледжінде мергер ісі мамандығы бойынша 4-ші курс оқимыз, яғни бітіруші түлектерміз. Енді жалпы сіз осы оқуға түсер кезіңізде өзіңіздің арманыңызбен осы оқуды таңдадыңыз ба, әлде ата-анаңыздың қалауымен оқуға түстіңіз бе? Мен бұл колледжге ата-анамның ықпалымен түстім десем де болады. Яғни ата-анам түс, көр деген секілді кеңестерді бергеннен кейін мен былайша айтқанда амалдың жоқтығынан түстім ата-анамды тыңдап. Өкінген кезіңіз бар ма осы оқу орнына түскеніңізге? Жоқ, жалпы өкінбеймін. Бұл жақта мен жақсы жоғарғы білім алып жатырмын, және де жақсы орта, жақын құрбылар, достар таптым. Әрине, өте керемет. Енді сіз бітіруші түлектерге қазіргі таңда 9-шы сынып немесе 11-ші сынып оқитын оқушылар бізді қарайтын болса, оларға қандай кеңес берер едіңіз? 9-дан кетіп колледж қабырғасында оқыған дұрысырақ па, әлде 11-ші сыныпты бітіріп бірден жоғарғы оқу орнына түскен дұрыс па деген сауал қоятын болсақ? Негізі менің ойымша 11-ші сыныпты бітіріп, кәдімгідей ұбт тапсырып, солайша жоғары оқу орнына түскен дұрыс деп ойлаймын. Негізі өз ойым, енді кім қалай қалайды, солай негізі орындаған дұрыс қой. Дұрыс, өте керемет. Сіздің енді осы оқуды бітіргеннен кейін алдыңызға қойған жоспарларыңыз бар ма? Әрине, жоспары өте көп. Соның бірі мен қазіргі таңда осы колледжді бітіргеннен кейін жоғары оқу орнына түсуді жалпы жоспарлап жатырмын. Соған орай мен қазіргі таңда ұбт-ға дайындалып, түрлі курстармен былайша даму үстіндемін десем де болады. Бәрібір енді алдымыздан шығады, одан қашып құтыла алмаймыз дейсіз ғой. Дұрыс айтасың, Альбина. Бүгінгі подкастымызды бастайық. Жалпы тақырып менің құрбымның орамалға қалай келгендігі және де орамалға келудегі қиыншылықтары туралы немесе артықшылықтары қандай болғаны туралы әңгімелесетін боламыз. Ең бірінші, хиджабқа қалай келдіңіз және де келу тарихыңызды айтып кетсеңіз. Жалпы менің орамалға келуім отбасымның ықпалымен болды десем де болады. Яғни отбасым менде дінге жақын адамдар болғаннан кейін соларға қызығып, солардай болғым келіп, осылайша дінге келген болатым. Және де аз уақыт болса да мен медресе табалдырығында білім алдым. Және де содан кейін дінге дейін менің қызығушылығым одан сайын артып, мен осылай хиджабқа, жалпы намазға, яғни дін жолына келдім десем де болады. Нақты қанша жасыңыздан бастап хиджабты кидіңіз және де білім ала бастадыңыз, және де хиджаб киюге көзқарасыңыз өзгере бастады? Жалпы мен осы мектеп табалдырығында жүрген кезде 9-шы сыныптың аяқ жағында, яғни 15 жасымда жалпы хиджабқа келген болатынмын. 15 жасыңызда енді ересек кезіңіз ғой, бұл шамамен есептегенде оң солды айыра алатын. Осы кезеңде сіздің ата-анаңыздың, туысқандарыңыздың, жақындарыңыздың хиджабқа деген көзқарасы қандай болды? Қарсылықтар немесе қолдау деген секілді? Рахмет. Жалпы орамалды қыздардың басты мәселесі осы ғой, яғни ата-ананың қолдауының жеткіліксіздігі, жалпы жақындарының, туысқандарының қолдауының дұрыс болмауы деген секілді. Менде де болды. Соның бірі ата-анамның қолдауы жеткіліксіз болды. Себебі мен ата-анам басында дін жағындағы адамдар болса да, олар маған орамалға келуіме қарсы болған болатын. Яғни сен жассың әлі, кішкентайсың, мектеп оқисың, керек емес деген секілді сөздерді айтқан болатын. Мен сонда да бірақ берілмедім.
өзімнің яғни сөзімде тұрдым. Бұл Аллах тағаланың парызы болғаннан кейін мен бұны кидім бе, значит ол соңына дейін баруым керек деген секілді принципте тұрып, мен әрі қарай сол орамалымды киіп жүрген болатынмын. Өте керемет. Енді сіздің осы орамал таққаннан кейін, яғни 9 сынып оқып жатырған кезде, енді оқу бітірдіңіз, одан кейін колледжге оқуға түстіңіз. Шамамен осы аралықтарды қамтиды орамалға келген шағыңыз. Енді колледж табалдырығын аттаған кезеңдерде білім беру мекемесінде қандай жағдайларға тап болдыңыз, яғни қиыншылықтар қандай болды колледж әкімшілігі тарапынан? Жалпы оқу орындарында осы орамалға негізі көп шектеу қойылады ғой. Соның бірі осы колледж табалдырығында да маған өте көп шектеулер болған болатын. Яғни бұл бірінші курсқа мен аяқ басқаннан бері колледжге кіргізбей қою деген секілді, және де колледжге мүлде шығасың, документіңді алып кет деген секілді неше түрлі сөздер болды. Олар ладно ғой, негізі кәдімгі пән мұғалімдерінің сенің шектеткендері де болатын тұғын, сен орамалдасың, сенің бағаңды төмен қойып, сен тыңдамай деген секілді түрлі қиыншылықтар болған болатын. Яғни сабақ айтып тұрасың, мысалы сол кезде барады да тоқтатып сені, осы жаққа не байға тиюге келдің ба деген секілді неше түрлі сөздерді айтып саған қатты тигізетін тұғын. Сол кезде бір жылап алатын барлығын. Қазіргі таңда қоғам үшін өте ахуалды мәселелердің бірі болып отыр осы хиджаб мәселесі, орамал мәселесі. Енді барлық мемлекет тарапынан жариялап жатамыз, демократиялы, зайырлы мемлекет біздеп, дегенмен зайырлық өте аз сезіледі ме деп ойлаймын. Себебі дінге деген қысым әлі де басылмай отыр. Соның ішінде орамал таққан аруларға, олардың дініне, ақидасына мысалы айтатын болатын болсақ, осындай мәселелер төңірегінде қысым өте көп. Оны бәріміз көріп те жүрміз, біліп те жүрміз. Енді жанында жүрген адам болғаннан кейін барлық қиыншылықтарында біз қасында болғанбыз, білеміз. Сол себепті енді бұл мәселелер колледждің тарапынан болатын қысымдардың барлығы енді мемлекет айтып жатқан нұсқаулықтарға, заңдар нәтижесінде болады ғой. Сондықтан зайырлықты тым қатты бағалап қойған секілдіміз бе деп ойлаймын. Енді осындай қиыншылықтардан өттім дедіңіз, және де осындай жағдайлардан кейін хиджабқа келіп, бірақ осы хиджабыңызды шешкіңіз келген кезеңдер болды ма? Әрине болды. Пенде болғаннан кейін неше түрлі ойлар келеді қасында. Қыздар боянып, шашын жайып жүрген кезде неше түрлі қызығушылықтар болады деген секілді. Және де кейбір кезде колледждің қысымынан кейін де шешкім келіп кететін кездер болған тұғын. Соның бірі мен 2-ші курс кезінде бір жағдай болған тұғын. Өзің де білесің, негізі сіздерге де айтып өтейін. Жалпы сол кезде, яғни 2-ші курс студенті болып жүрген кезімде, әр жылдың басында бізді кіргізбей қоятын, яғни орамал тағатын қыздарды кіргізбей, жоқ сендер кірмейсіңдер, орамалыңды шеш, или сол кезде ғана кіресің деген секілді. Одан кейін мені сол 2-ші курс оқып жүрген кезімде өзімнің кураторым психологқа апарып, теологқа апарып түрлі одан кейін тіпті группамызға бізде сол полиция қызметкерін шақырып, барлығынан сұхбат алып, сен өзің де білесің, енді өзің де көрдің соны, қанша қиыншылықтардан өттім. Сол оқиғадан кейін де ойланып қалған кездерім болған болатын. Не үшін киіп жүрмін, онда шешіп салайын да, онда маған қысым көп болып кетті ғой деген секілді өте қиыншылықтар болған болатын. Енді колледждің талаптарына сәйкес, заңнамаларына сәйкес ішкі тәртіп деп айтып жатамыз ғой. Сол ішкі тәртіпті сақтау нәтижесінде хиджабқа қарсылық өте көп. Енді бұл медициналық оқу орны, оның ішінде мемлекеттік мекеме болғаннан кейін, және де осындай қысымдардың нәтижесі осындай жағдайларға әкеліп соқтырды. Яғни бәрімізді тексеріп, осы айда сендерді бір ұйымға жинап жатыр ма, бір секта құрып жатсыңдар ма сендер деген секілді. Енді бұл экстремизм, терроризм, балалардың өзге ағымдарға кіріп кетуі, өзге діндерді ұстануы өте көп болып жатыр ғой, қазіргі таңда белең алып жатыр. Сонымен қатар осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында деп ойлаймыз, оның барлығына жауап бердік, өттік. Дегенмен алаңдайтын еш нәрсе жоқ. Бәріміз қазір есейген, ересек, оң солды ажырата алатын жастамыз. Әркім өзі үшін және де өзінің дұрыс деп санайтын ісімен айналысқаны жөн деп есептеймін. Жалғастырайық подкастымызды. Ендігі кезекте
Осындай қиыншылықтар болды деп айтып жатырсыз. Енді бағанан бері қаншама қиыншылықтардан өттім. Сонда да аяғына дейін сынбай осы жерге хиджабыңызды тағып келіп отырсыз. Өте қуаныштымын. Енді қолдау болған шығар сіздің тарапыңызға деген. Және де бұл қолдау қашан сезілді, қай кезеңде сізге ерекше осындай толқыныс берген, қолдау берген, сізді қолдаған адамдар немесе жандар болды ма? Әрине басында барлығы болды. Мені даттағандар да, қолдағандар да, тіпті менімен араласпай кеткен достарым да, құрбыларым да болды. Жалпы менің көбінесе достарым, жақындарым және құрбыларымның тарапынан өте жақсы, жоғары деңгейде қолдаулар болды. Енді қазіргі таңда бір қоғамда ой қалыптасқан хиджабтағы қыздар жайлы, орамал тағатын қыздар жайлы, бұл қыздар бір адам емес робот тәрізді етіп ойланады ма, әлде хиджаб киген қыздарға мынау болмайды, мынау болады, не істеп жүр хиджаб киіп, хиджабтың атын жамылып, орамал тағып алған емес пе деген секілді әңгімелер өте көп айтылады. Жалпы енді қазақ қызы осындай болу керек деген бізде таптаурындар өте көп. Наны істеуге болады, наны істеуге болмайды дегенмен заман ағымына сәйкес, заманның тоқтаусыз осы кезеңдеріне сәйкес сол ежелгі дәуірімізден бастарына кимешек киіп жүрген әжелеріміздің ізін жалғаушы жандар бүгінгі күні қиын болса да осындай жолды ұстанып жүрген жандарға негізі қолдау көрсетілу керек деп есептеймін. Және де осындай жағдайлар өте көп. Орамал таққан қыздарға байланысты енді бұлар да біз секілді адамдар ойлауы мүмкін. Қазір орамал таққан қыздар үйде отырады, орамалдарын тағып алып, бала туып, ешқаққа шықпай деген секілді ой келуі мүмкін. Жаңа подкасттың басында айтып кеттіңіз ғой, күйеу табуға келдің бе деген секілді осындай нәрсемен байланысты ой қалыптасқанда біздің халқымызда. Дегенмен орамал тағып, көзі ашық, көкірегі ояу, білімге құмар, жанып тұрған қыздар бар. Оның дәлелі осы менің құрбым Аида. Оқуын оқып, ертең сол айтатын, сол әңгіме айтқан адамдарға дәлелдейді деп сенеміз. Орамалды қыздарда, енді жанымызда жүргеннен кейін, ешқандай артықшылықтары жоқ. Тек жабық киіммен орамал тағатыны болмаса, мысалы, отырыс жиындарда барымыз бірге бас қосып, бірге қыдырып, осы күнге дейін студенттік кезіміздің ең керемет шақтарын бастан кешірдік деп айта аламын. Ешқандай бір айырмашылықтар жоқ. Енді сөйтіп ойлайды ғой, қазір орамал тақтыма болды, ортадан ала сартып, бұл бөтен деген секілді, ондай ой емес. Тек дұрыс ойлар қалыптасса екен деп айтамыз. Осындай қиыншылықтардан кейін орамалға келдіңіз, өкінген кезіңіз болды деп айтып кеттіңіз. Бүгінгі таңда орамалға қызығатын әпке сіңілдеріміз өте көп. Соларға қандай үндеу айтасыз? Мүмкін сіздің кешкен күніңіз олардың бастарында толып жатқан шығар. Мүмкін оларға бір мотивация жеткіліксіз болып жатқан шығар, немесе қиыншылықтарды жеңе алмай жатқан әпкелеріміз бар шығар. Соларға қандай үндеу айтасыз, немесе өзіңіздің орамал жайлы бір қорытындылап айтып жіберсеңіз? Жалпы қазіргі таңда орамалға келуші сіңілдеріміз, әпкелеріміз өте көп, және де ата-ананың қолдауының жеткіліксіздігі, жалпы қарсылықтар ол жаққа да өте көп. Мен басына өткергеннен кейін білемін. Жалпы әпке сіңілдерімізге айтатын нәрсем: берілмеңіздер, сынбаңыздар, дамыңыздар, оқыңыздар дегім келеді. Қорытындылай келе, бүгінгі подкастта айтқымыз келгені орамалға деген көзқарас дұрыс болса екен дейміз. Енді көзімізбен көріп жүргеннен кейін мекемелерде, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде мүлдем қарсылық жаңағыдай өте жоғары деңгейде. Осы қарсылықтар бір зайырлыққа қарай өтсе екен деген үндеуіміз бар. Себебі колледжде өстіп жабынып жүретін қыздардың орамалын шешуге андай болып тұрады, құмартып тұрады. Ал ашық-шашық киініп жүрген жалаңаш қыздардың етегін жапқысы келмейтін осындай бір терең ой жатыр. Осы ойды бұзып, орамал тағатын қыздарға және таққысы келіп жүрген сіңілдерімізге, әпкелерімізге бір заңнама шықса екен деген ойымыз бар. Яғни олардың құқықтары мен мүдделері ақталса екен дейміз. Подкастымыз осымен тәмам. Келесі шығарылымды күтіңіздер.
сау болыңыздар.